Қазіргі заманның бокстағы ең мықты супер жұлдызы сөзсіз Канело. Теңгемен алғанда ол ай сайын 3 миллиард 546 миллион 477 мың тапса, күніне 53 миллиондай ақша қалтасына түсіп отырады екен. Бүгінде байлығы 275 миллион долларды құрайтын боксшы рингтен тыс өзінің ақша империясында құруда. Боксшының үйінде төбеден еденге дейін қымбат терезелер бар. Ол жерден боксшы үйінің маңында орналасқан 38 жылқысының алаңын көзбен көре алады. Артқы кіреберісінде автотұрақ орналасқан. Бұл жерден оның Мерседес көліктерін көруге болады. Соңғы 12 айда 100 миллион доллардан көп табыс тапқан боксшы Forbes тізімінен 10 жыл бойы түспеуде. Ол өткізген жекпе-жектерінде минутына 1,4 миллион доллар табыс табу мүмкіндігіне ие. Салық төлегенге дейін ол таза 700 миллион доллардан көп табыс тапқан. Бұған қарап, алдағы жекпе-жектерінде ол алғашқы миллиардтарын табуға жақын екенін түсінеміз. Боксшының сол қолында бокс жоқ, өмір жоқ деген татуировкасы бар. Альварес ендігі мақсаты долларлық миллиардер болу екенін айтады. Және ол үшін оның бокстан бөлек те бизнестері жетерлік. Оның Мексиканың батысында Canelo Energy жанармай құю бекеттері және Upper аталатын супермаркеттер желісі бар. Боксшы жақында VMK аталатын коктейль брендімен қоса сусындар мен тағамдық қоспалар жасайтын зауыт ашты. Forbes бұл кәсіпорындардың түсіретін пайдасы 50 миллион доллар деп көрсеткен. Мексикалық кәсіпкер Хосе Карлос жақында Канеломен келісімге келгеннен кейін оның қолдауымен бұл табыс бірнеше есеге артуы да мүмкін. Мен колледжде де оқыған жоқпын дейтін Канело өзінің бәрі мүмкін екенін, бәріне дәлелдегісі келетінін айтады. Отбасындағы 8 баланың кенжесі болған Канело бала кезінде балмұздақ сатқан екен. Матчрум басшысы Эдди Хирн Канело әрқашан 700 миллион долларлық кассаны жинай алады деп айтқан. Иә, оның жекпе-жектері жақсы сұранысқа ие, және Мейвезер мен Головкин, Бивол, Мунгуямен жекпе-жектері жақсы пайда келді. Канелоның брендтік өнімдерін Мексиканың 12 мың, ақштың 5 штатының 6 мың дүкенінен таба аласыз. Жылына 10 жанармай бекеті мен 50 супермаркет ашып жатқан мексикалықтың бизнесі де жоғары өркендеп келеді. Канелоның гаражынан Bugatti, Ferrari мен Tesla'ның бірнеше көліктерін кездестіре аласыз. Және Канелода 817 мың доллар тұратын Monster Brabus V635 көлігі бар. Көліктің жылдамдығы сағатына 160 шақырымды құрайды. Естеріңізде болса, Головкинмен жекпе-жекке ол алтын түстес ұшақпен ұшып келген болатын. Боксшының туған жері Гвадалхарада кең сарайы бар. Грэм Бенсингермен сұхбатында ол миллион доллар тұратын үйіне шолу жасаған болатын. Бұл үйінде оның 1984 жылғы классикалық үлгідегі Shelby, Rolls-Royce және Tesla автокөліктері орналасқан. Канело жылдамдықты жақсы көретінін айтады және көліктерін сағатына 100 миль жылдамдықпен жүргізеді екен. Рингтен тыс кезде ол жиі покер ойнайды. Оның үйінде 600 жұп аяқ киімі бар екен. Бұларға ол 2 қабатты шкаф арнаған және мұның бәрін ол үйіне шолу барысында көрсеткен. Айта кеткеніміздей, оның үй ауласында 38 асыл тұқымды тұлпарлары бар. Жалпы Канело өзі бокстасуды ұнатса да, бокс көруді ұнатпайды екен. Қазір ол Forbes'те ең бай боксшылар тізімінде 5-ші орында. Дегенмен бизнестерін есептемегенде Кроуфорд, Бенавидес сияқтылармен шығар болса, тізімді бастауы да мүмкін. Әрине, барлығы Канелоның өзіне байланысты. Бүгінге осы достар.